Ол оны алғаш көрген сәтте-ақ бір нәрсе өзгергенін сезді. Бұл жай ғана ұнату емес еді. Бұл іштен шыққан, түсіндіруге келмейтін, бірақ жүректі бірден өзіне байлап алатын сезім болатын. Жігіт үшін ол қыз қарапайым адам емес сияқты көрінді. Күлгенде әлем сәл жарықтанып кететіндей, ал үнсіз тұрғанда да бір ерекше жылылық сезілетін. Бірақ қыз ол кезде басқа әлемде еді. Ол өз өмірінің ең ауыр кезеңдерінің бірінде жүрген. Сенімсіздік, шаршау, ішкі қорқыныш, бәрі оның жүрегін жауып тастағандай болатын. Адамдар оған сезіммен келсе де, ол ешкімді толық қабылдай алмайтын. Жүрегі дайын емес деп үнсіз ғана тосып тұрған. Жігіт соны түсінсе де тоқтамады. Ол қызға жай ғана жақын болуға тырысты. Артық сөз айтпады, қысым жасамады. Бірақ әр кездесуде оның көзі бәрін айтып қоятын. Ол қыздың жанында болған сәттерін бағалады. Тіпті қыздың жай ғана сәлем деген сөзінің өзін жүрегіне сақтап жүрді. Ал қыз болса оны байқап жүрді. Жігіттің тыныштығы, сабыры, үміті оны таңқалдыратын. Бірақ ол кезде қыздың ішінде махаббатқа орын жоқ еді. Ол тек бір нәрсені білетін, бұл жігіт жақсы адам. Бірақ жақсы адам мен сүйе алатын адам әрқашан бірдей болмайды. Уақыт өтті. Жігіттің сезімі тереңдей түсті. Ол ештеңе талап етпеді, бірақ күту оның өміріне айналды. Қыз бір күні өзгеретін шығар деп сенді. Өйткені адамды сүйсең, оның жүрегі бір күні саған қарай ашылады деп ойлайтын. Бірақ өмір әрқашан солай жұмыс істемейді. Бір күні қыз оның көзіндегі үмітті анық көрді, және сол үміттің ішінде аздап шаршау да бар екенін байқады. Жігіт күткен, бірақ өз ішінен бір бөлігі баяу суи бастағандай еді. Сол сәтте екеуі де білмеді. Бұл басталатын махаббаттың емес, кешігіп келе жатқан тағдырдың алғашқы дабылы еді. Жылдар біртіндеп өтіп жатты. Жігіттің өмірі өзгерді, бірақ оның ішінде бір нәрсе өзгермей қалды. Ол қызды ұмыта алмады. Ол енді бұрынғыдай үмітпен ғана өмір сүрмейтін. Қыз болса керісінше уақыт өте келе өзгере бастады. Оның ішкі әлемі біртіндеп ашыла түсті. Бір кездері жабық болған сезімдері қайта ояна бастады. Ол өмірдің жеңіл емес екенін, бірақ бәрібір әдемі бола алатынын түсінді. Адамдарға сену қайтадан мүмкін сияқты көрінді. Сол кезде ол жиі бір адамды еске алатын. Жігіт, ол оны бұрында жақсы адам деп ойлайтын. Бірақ енді ол ой басқа сезімге айнала бастаған. Қыз оның сабырын, артық сөз айтпай күтетін мінезін, тіпті үнсіздігімен де жылу сыйлайтын қасиетін сағына бастады. Бірақ бір мәселе бар еді. Ол кезде қызда сезім пайда болған, ал жігіттің ішінде бір нәрсе баяу өшіп келе жатты. Жігіт енді бұрынғыдай жиі жазбайтын. Кездесулер сирек болды. Ол шаршаған сияқты көрінетін, бірақ ол шаршау тек физикалық емес еді, ол ішкі шаршау болатын. Күту шаршатады. Үміт ұзаққа созылса, жүрек те әлсірей бастайды. Қыз мұны байқап қалды. Бір күні ол оған өзі жазды. Ұзақ уақыттан кейін бірінші рет. Қалайсың? Жай ғана екі сөз. Бірақ сол екі сөздің ішінде көп жылдық үнсіздік, кешігіп келген сезім және айтылмаған өкініш жатқандай еді. Жігіт ұзақ уақыт жауап бермеді. Ақыр жазды. Жақсымын. Бірақ ол қысқа жауап еді. Суық емес, бірақ бұрынғыдай жылы да емес. Қыз сол сәтте бір нәрсені сезді, жоғалтып бара жатқанын. Ол кешігіп қалған сияқты. Жігіттің жүрегінде енді бұрынғыдай от жоқ еді. Ол от бір кездері өте қатты жанған, бірақ уақыт оны біртіндеп өшіріп тастаған. Екеуі де түсіне бастады. Біреуі сүйген кезде екіншісі дайын емес еді. Ал екіншісі дайын болған кезде біріншісі шаршап қалған еді. Солайша олардың арасына уақыт кіріп алды. Үнсіз, бірақ өте қатал уақыт. Қыз енді өзгерген еді. Бұрын сезімді түсінбейтін, жүрегін жауып жүретін қыз қазір бәрін анық сезетін болды. Ол жігітті сағына бастады. Оның үнсіздігі де, сабырлы күлкісі де, тіпті бір кездері оны күтемін деген көзқарасы да енді ерекше көрінетін. Бірақ ең ауыры ол сол адамның енді алыстап кеткенін түсіну еді. Қыз қайта ойлайтын,
Неге мен ертерек түсінбедім? Бірақ жауап жоқ. Өйткені уақыт кері жүрмейді. Ол жігітке тағы жазды. Бұл жолы жай ғана емес, ішкі толқыныспен, шынайы сезіммен. Мен сені түсіндім кеш болса да. Жігіт бұл хабарды ұзақ оқып отырды. Экранға қарап отырып, оның ішінде бір сезім қозғалды. Бірақ ол бұрынғыдай қатты емес еді. Ол сезімнің үстіне енді тыныштық басып кеткен. Ол жауап бермеді бірден. Себебі ол не жазарын білмеді. Бір кездері ол осы сөздерді естуді армандаған. Бір кездері осы хабарды күтіп өмір сүрген. Бірақ енді бәрі өзгерген. Сол аралықта оның өмірі де тоқтап қалмаған еді. Ол өз-өзін жинап, басқа нәрселерге көңіл бөлуді үйренген. Ішіндегі бос орынды толық толтыра алмаса да, онымен өмір сүруді қабылдаған. Ақыры ол жауап берді. Мен сені кешірдім. Қысқа, тыныш, ауыр. Қыздың жүрегі шым етті. Ол кешірдім деген сөздің ішінде махаббат жоқ екенін түсінді. Ол өткенді қабылдау ғана еді. Сол сәтте екеуі де бір нәрсені анық сезді. Олар бір-бірін жақсы көре алады. Бірақ бір уақытта емес. Қыздың көзінде өкініш пайда болды. Ол енді түсінді, ол жігітті тек жақсы көріп қойған жоқ, ол оны кеш түсінді. Ал жігіт болса, ішінен тыныш ғана ойлады. Мен сені ерте сүйдім, сен кеш сүйдің. Және ең өкініштісі, махаббат олардың арасында болғанымен, уақыт олардың жағына шықпаған еді. Күз келді. Қала бұрынғыдай еді, бірақ екеуі үшін бәрі басқа болып көрінетін. Ауа салқындаған сайын ішкі сезімдер де тынышталып, бір түрлі ауыр үнсіздікке айналған. Қыз соңғы рет оны көруге шешім қабылдады. Бұл кездесу үміт үшін емес еді. Бұл соңғы жауапсыз сұрақтарға нүкте қою үшін керек сәт болатын. Олар ескі орындарында кездесті. Бұрын жиі жүрген көшелер, ортақ естеліктер қалған бұрыштар, бәрі өзгермеген, тек екеуінің ішкі әлемі ғана алыстап кеткен. Біраз уақыт үнсіз отырды. Бұл үнсіздік ауыр да емес, жеңіл де емес, тек бәрін түсініп қойған екі адамның тыныштығы еді. Қыз ақырын сөйледі. Егер мен ертерек түсінгенде, бәрі басқаша болар ма еді? Жігіт оған қарады. Бұрынғыдай үмітпен емес, бұрынғыдай күтумен емес, тек қабылдаумен қарады. Мүмкін деді ол жай ғана. Бірақ біз мүмкінмен өмір сүре алмаймыз. Қыздың көзіне жас келді, бірақ ол жылап жібермеді. Себебі бұл қайғы емес, кешігіп келген шындық еді. Жігіт күрсінді де жалғастырды. Мен сені ерте сүйдім. Бар жүрегіммен. Бірақ сен дайын емес едің. Ал сен дайын болғанда мен шаршадым. Ол сөздер айыптау емес еді. Тек шындық. Қыз басын төмен түсірді. Ішінде бір нәрсе үзіліп кеткендей болды, өкініш пен кешігу арасындағы ауыр сезім. Жігіт орнынан тұрды. Бірақ кетер алдында бір сәт тоқтады. Біз бір-бірімізді жоғалтқан жоқпыз, деді ол. Біз тек уақытты жоғалттық. Сосын кетіп қалды. Қыз орнында ұзақ отырды. Айналада адамдар жүріп жатты, өмір жалғасып жатты. Бірақ оның ішінде бір ғана ой айналып жүрді. Олар бір-бірін сүйе алды. Бірақ уақытты жеңе алмады. Сол күні ол түсінді. Махаббат әрқашан жетпейді екен. Кейде ол бар, бірақ кеш келеді. Ал жігіт сол көшеден кетіп бара жатып, алғаш рет жүрегі ауырмай тыныш еді. Өйткені ол енді күтпейтін. Ол тек өмір сүретін.